Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы темір жол бекетінде. Сабақтың мақсаты: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау, коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу. Бұл сабақта сен темір жол бекеті туралы мәлімет аласың. Сенің меңгеретінің: тыңдалым мәтін мазмұнын түсіну, көтерілген мәселені анықтап, пікірін білдіру, тыңдалым дағдыларын дамыту. Ой шақыру әдісі. Жұмбақтарды шеш. Бірінші жұмбақ. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен оза алмай алысады. Екінші жұмбақ. Көлік темір жолмен жүреді, жерді шарлап, өз орнына тоқтайды. Оның орны сабақта қолданылатын жаңа сөздер. Мұқият тыңда, қайтала. Бекет, бекет. Құн, құн. Аралық, аралық. Жол сапар, жол сапар. Жол азық, жол азық. Жүрдек, жүрдек. Жолшыбай, жолшыбай. Куәлік, куәлік. Берілген жаңа сөздерді сөздік дәптеріне көшіріп жаз. Мәтінді мұқият оқы. Сұрақ-жауап әдісі арқылы мәтінге байланысты сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Мәтіннің тақырыбы қандай? Екінші сұрақ. Мәтіннің негізгі ойы неде? Үшінші сұрақ. Не себепті темір жол салынған? Төртінші сұрақ. Қазіргі кезде темір жолдарды салуға және жөндеуге неліктен аса көңіл бөлініп отыр? Және де соңғы сұрақ. Мәтіннің негізгі мазмұны қандай? Айтылым, дұрыс-бұрыс әдісі. Мәтін бойынша ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтаңыз. Берілген ақпараттар.
Астанада жаңа темір жол вокзалы пайдалануға берілді. Кешеннің жалпы аумағы 126 шаршы метр. Халыққа қызмет көрсетуге 1800 орын ашылды. Нұрлы жол бағдарламасының орындалуы. Төрт сөйлем әдісі. Пікір. Оқыған мәтін бойынша пікіріңді бір сөйлеммен жеткіз. Дәлел. Пікіріңді бір сөйлеммен дәлелде. Мысал. Пікіріңді өмірмен байланыстырып мысал келтір. Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды жаз. Жазылым. Берілген сөздерді қолдану орнына қарай бөліп жаз. Тікұшақ, ұшақ, жеңіл көлік, ғарыш кеме, кеме, пойыз, электр пойыз, автобус, жүк көлігі, трамвай, мәшине, желкенді қайық. Сабаққа кері байланыс жасайық. 3 сауалға жауап. Біріншісі. Біз бүгін білдік. Екіншісі. Біз жақсы орындадық. Үшіншісі. Тағы не білгің келеді? Және өзің не ұсынасың?